Сәлем достар, менің есімім Назерке. Бүгін біз пеште піскен тауық етін дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауығымызды турап, жуып тазалап аламыз. Содан соң сәбізімізді, картоплымызды, жуамызды, чесногымызды, дәмдеуіштерімізді және кетчуп, майонезді дайындап аламыз. Үлкендеу ыдыс алып, тауығымызды, картоплымызды, сәбізімізді, менде сары сәбіз, жуамызды, чесногымызды, қызыл бұрыш, қара бұрыш, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Содан соң кетчуптен кішкене ғана қосасыздар, майонезден көптеу қосасыздар. Қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырдық. Енді бетін жауып 1-1,5 сағат қойып қоямыз. Біздің маринадталған тауығымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді болып шығатын тауығымыз дайын болды. Қонақтарға ұсынсаңыздар да болады, ерекше болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.